Десе де, кеше ғана 10 баланың бел ортасы бала досқан. Бүгінде руханияттың жанашыры дана досқанды жасаған не құдірет, қандай күш. Әрине ол адамдықты бәрінен биік қойған жұмыр жүрекпен тума таланттың өз басының қамын емес, халықтың, бүкіл халықтың жанына арнаған адал ниет. Менің Тасмағамбет атам, әр адамның өзінің атының киесі бар. Сондықтан нәрестеге дұрыс есім қойыңдар деп үнемі айтып отырушы еді. Досқан аты затына сай достықтың падишасы ғана емес. Ұлтым деп тынбай төккен терімен, елім деп есіріп еткен еңбегінің арқасында руханияттың шыңына шығып, бүкіл түрк мәдениетінің жаршысына айналған ұлы өнерпаз.